Хадисте әл-хикмәту даллатул муъмин, даналық мүміннің, мұсылманның жоғалтқан қазынасы деп келеді. Даналық дегенде, даналық әрбір сөзің, ісің заманына, қоғамына, ортасына қарай айтылу керек, жасалу керек. Сіз тойда пәтуа берудің мінберіне айналдыра алмайсыз. Тойда өзінің мақамы бар. Ол жерде қуаныш, құттықтаулар болады. Яғни әр сөзің хақ болу керек, және әрбір хақты әр жерде айтуға хақың жоқ. Дініміз оны үйретеді. Алла тағала Құранда бұйырады: «Уду иля сабили роббика бил хикма». Раббыңның жолына даналықпен шақыр дейді. Яғни даналық әр сөзің, ісің лайықты орнымен, уақытына, қоғамына, ортасына қарай болу керек. Қас салам деп көз шығарып алмаңыз. Өте маңызды нәрсе, ғалымдар пікір таластырған, яғни бір ауыздан келіспеген, пікір қайшылығы бар мәселені айтуға болады, бірақ міндеттей алмайсыз. Қарсы тарапты жоққа шығара алмайсыз. Олай болмайды. Осыны ескеруіміз керек. Және біз ақиқатты айтуымыз керек. Ол ақиқатты айту міндет, оны дұрыс айту, оны өзінің жөнімен айту сүннет. Пайғамбарымыз солай жұмыс жасады, солай дінді насихаттады. Ауырлатпаңдар, жеңілдетіңдер деуінің астарында да үлкен мән жатыр. Сондықтан, құрметті бауырлар, дінді өзінің маманы сөйлеу керек. Пайғамбарымыз сол үшін де бізге ескертті. Сондай уақыт келеді, алдамшы заман келеді. Маманы болмағандар, білімі болмағандар, лайықты болмағандар сөз айтатын дейді. Оны руай била дейді. Сондықтан әр істі өзінің маманына тапсырайық, және әрбір сөзіміз өзінің лайықты орнымен болсын, және пікір қайшылығы бар мәселелерде кесімді үкім айтудан сақ болайық.